Қандай мінезді адамдар маскүнемдікке, яғни алқаштыққа бейім келеді? Тексеріп көріңіз. Кей адамдар түрлі тәуекелдерге бейім келеді. Дәрігер Брайан Глисонның айтуынша, арасында ішімдік ішу немесе лотерея ойнау тәуекелдікке жатпайды. Тәуелді адам өзінің әуестігіне жоқ дей алмайды және уақытында тоқтай алмайды. Ол денсаулығына, қарым-қатынасына, жұмысына жағымсыз әсер етіп жатса да, одан бас тарта алмайды. Тәуелділікке 100% әкелетін қандай да бір адамның мінезі жоқ. Алайда, адамды тәуелдікке бейім ететін факторлар жиынтығы бар. Брайан Глисон мынадай мінезді адамдар тәуелділікке бейім келетінін айтты. Мұқият тыңдаңыздар. Олар шытырман оқиғаларға тап болғанды және ерекше әсерлер алғанды жақсы көреді. Оларға назар, яғни внимание жетіспейді. Ол құпиялар мен өтірікке бейім. Ол мойнына жауапкершілік алуға қиналады. Оның өзін-өзі бақылау мен проблемасы, яғни контроль жасауға проблемасы бар. Тәуекелді әрекетке оңай беріледі. Балалық шағында зақым алған, қолайсыз отбасылық шартта өскен. Ата-анасының бірі тәуелдікпен қиналған, қызба мінезді. Психикалық денсаулығында проблема бар, мысалы мазасыздықпен, немесе депрессиямен қиналады. Кей тәуелділіктер жылдам дамиды да, адамда тәуелділік бар екенін жақындары бірден байқап қояды. Бірақ кей тәуелділіктер айлап, кейде жылдап дамуы мүмкін. Бұл жағдайда оның жақындары ұзақ уақытқа дейін ол жайлы білмеуі мүмкін. Сондай-ақ, әдетте тәуелді адамдар өзінде проблема бар екенін және бақылауын жоғалтқан ең соңғы болып түсінеді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.